Сәлем барлықтарыңызға, паста с курицей дайындайтын боламыз. Ең бірінші бізге керегі пастаға арналған осындай арнайы твердый макарон алыңыздар. Немесе Барилланың макарондары да өте жақсы. Простой макарондар жарамайды пастаға. Оның дайындалуы осы пакеттің сыртында жазылуы тұрады. Яғни қанша уақытта дайын болады, қанша уақытта піседі деген сияқты. Одан кейін міндетті түрде пармезан сыр, тауықтың төс еті, осы арнайы ұзыннан турап қойдым, чеснок, шампиньонды қыздар дұрыс таңдаңыздар. Егер мысалы ішін қарасаңыздар, осы қап-қара болса, ондай түрін алмаңыздар. Ол біраз тұрып қалды деген сөз. Осындай свежий түрі іші қоңыр болып келеді. Егер іші қап-қара түрін алсаңыздар, сіздің тамақтарыңызда қап-қара болып кетеді. Соны ескеріңіздер. Барынша шампиньонның свежий түрін алыңыздар. Алдымен чесноктарымызды барынша майдалап турап аламыз ұзыннан. Барлығын алдын ала турап дайындап қоямыз. Шампиньондарымызды да дәл видеодағыдай тураймыз. Қатты ұсақтап жібермеңіздер. Өйткені піскеннен кейін қатты езіліп, тіпті көрінбей қалуы да мүмкін. Одан соң табамызды алдымен кішкене сұйық майымызды құйып, чесногымызды қуырып аламыз. Чеснокты қуыруға 10-15 секундта жетеді қыздар. Себебі бірден күйіп кетеді. Сол үшін осылай қызарған уақытта артынша тауықтың төс етін саласыздар да тағы да жақсылап 2-3 минуттай қызартып қуырып аламыз. Одан кейін шампиньондарымызды салып, тағы да 1-2 минуттай қуырамыз. Одан соң қыздар жаңа айтам деп ұмытып, міндетті түрде сливки керек. Яғни сливкидің майлылығы 20%-дан жоғары болуы керек. 200 граммдай сливкидің өзі жеткілікті. Дәміне қарай кішкене тұз және де кішкене қара бұрыш құямыз. Ең соңында 100 граммдай су құйып, асты баяу отта 20 минуттай қайнатамыз қыздар. Осы уақыт аралығында біз пастаға арналған макарондарымызды пісіріп аламыз. Қайнап тұрған суымызға тұз саламыз, одан кейін макарондарды салып, дайын болғанша пісіріп аламыз. Енді әр макарон әр уақытта піседі. Біреуі 10 минутта, 15 минутта, менде 14 минутта пісіп шықты. Піскеннен кейін бірден біздің сливочный соустың үстінен бірден саламыз да, жақсылап араластырып, тағы да асты баяу отта 5 минуттай ғана бұқтырып аламыз. Біздің тамағымыз дайын. Ең соңында пармезан сырын саламыз. Қыздар, міндетті түрде пармезан сырын қолданыңыздар, басқа сырлар жарамайды. Пастаға тек осы сырды ғана қолданады. Бұл дайындаған тағамымыз 4-5 адамға арналған порция. Егер көлемін үлкейтетін болсаңыз, немесе кішірейтетін болсаңыз, граммдарын үлкейтіп, кішірейтіп қоса бересіздер. Тарелкаларымызға салып алғаннан кейін де міндетті түрде сырды бетіне сеуіп шығамыз.